Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын бөлкелер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап тіркелуді ұмытпаңыз. Ол үшін ұнымызға осындай аштығымызды салып, бөлек жерге алып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, оның үстінен қантымызды, тұзымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді оның үстінен жылы сүт, жылы су құйып, тағы да араластырамыз. Ең соңынан сұйық майымызды қосамыз. Енді жаңағы дайындап қойған ұнымыздың барлығын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп, оның бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағат көлеміне қалдырамыз. Енді тоңазытқыштан шығарамыз. Міне қамыр осылай көтеріледі, әдемі болып. Қамырымызды енді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөлкенің көлеміне қарай бөле берсеңіздер болады, үлкен немесе кішкене қылып. Мен осындай орташа көлемдегі қамырлар дайындап алдым. Енді оларды осылай жайып, қатты жұқа емес, қатты қалың емес етіп жаямыз да, оның үстінен ерітілген сары майымызды жағамыз. Және де ортасына қант себеміз. Сіздер ортасына өздеріңіздің қалауларыңызша басқа нәрселерде қоссаңыздар болады. Джем немесе варенье деген сияқты. Не дәл осы видеодағыдай орап, оны 2-ге бөлтейміз де ортасынан пышақпен кесеміз. Сонда жүрек пішінді әп-әдемі бөлке болады. Міне осылай дәл видеодағы істеңіздер. Енді барлық бөлкелерімізді дайындап, олардың бетіне жұмыртқа жағып, 200 градуста шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Достар, каналға жазылып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Міне осындай біздің бөлкелеріміз дайын болып шықты. Өте керемет, қып-қызыл, сондай тәп-тәтті болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Өте жұмсақ болады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.